Қарша қыз бен түлкі. Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Олардың баласында немересі де жоқ екен. Қар бұрқырап, қыста түсіп, белуардан омбыжай жауыпты. Жүр кемпір, дейді шал. Біз қардан өзімізге қарша қыз тұрғызып алайық. Жүр ендеше деп келіседі кемпірі. Олар қардан қарша қызды тұрғызады. Жұмыстарын аяқтай беріп қараса, қарша қыз көзін ашып күлімсірепті. Қариялар қуанып кетеді. Қызды үйге алып келіп, үшеуі бақытты да тату-тәтті өмір сүре бастады. Қыз құрбыларымен шөп-шөп теруге барады. Қарша қыз орманды аралап, бұтақшалар теріп жүріп, құрбыларынан қалай көз жазып қалғанын байқамай, ақыры адасып кетеді. Қанша айқайласа да оны ешкім естімейді. Күн батып, қараңғы түскенде қарша қыз ағашқа өрмелеп шығады да еңіреп жылап отырады. Осы маңнан өтіп бара жатқан аю қыздың даусын естіп келіп сұрайды. Неге жылап отырсың, балақай? Қалай жыламаймын? Мен құрбыларымнан қалып қойып, адасып кеттім. Қорқынышты, қарным да ашты. Үйде мені әкетайым мен шешетайым күтіп отыр. Ағаштан түс, мен сені үйіңе жеткізіп салайын, дейді аю. Мен сенен қорқамын, аю, сен мені жеп қоясың, деп жауап береді қарша қыз. Аю кетіп қалады. Қарша қыз болса көзінің жасын онан әрі келдет. Қарша қыз қорықпай ағаштан түседі. Қариялар қарша қызды үйге оралғанда қатты қуанады. Олар түлкіге шын көңілмен алғысын білдіріп, оны үстелдің төріне отырғызады. Тәтті дәмді тағамдармен сыйлап қонақ етеді. Содан бері түлкі сол әулеттің адамдары ренжітпейді. Тауықтар нандарын беріп, жақсы сөздермен еске алысып отырды екен. Өтіп бара жатқан қасқыр бұрылып сұрайды. Неге жылап отырсың, балақай? Қалай жыламаймын, мен адасып кеттім, деп жауап береді қарша қыз. Ағаштан түс, мен сені үйіңе жеткізіп салайын, дейді қасқыр. Мен сенен қорқамын, сақар, сен мені жеп қоясың, деп жауап берген қарша қыз жылауып тоқтапай. Бақытына қарай қарша қыздың ажынан түлкі жаманмен өтіп бара жатқан еді. Ол тоқтап ағашқа келіп былай деп сұрайды. Неге жылап отырсың, балақай? Қалай жыламаймын, деп жауап береді қарша қыз. Мен адасып кеттім, маған мұнда қорқынышты әрі суық
Мен сені шамамен үйіне жеткіз салайын деп адасқан құмырсқа. Баяғыда бір құмырсқа өзінің бауырларını өпкелеп иіледі. Кетіп қалды да ара мен қоңызға барып солармен достасады. Бірде құмырсқа азық іздеп ұзақ шаралап жүріп, бір үлкен дән тауып алыпты. Оны өзімен алып кетпекші болып, сүйреуге, көтеруге қанша тырмаса да дәнді орнынан қозғалта алмапты. Ақыры құмырсқа өзінің жаңа достарын көмекке шақырмақ болып шешіпті. Әулі бала жиынып жүрген араны кездестіріпті. Былай депті: өтініпті, досым, маған көмектесші, жалғыз өзімнің шамам жетер емес. Сонда ара досы: көріп тұрған жоқсың ба, мен де жұмыс істеп жүрмін деп әрмен қарай ұша жөнеліпті. Құмырсқа енді қоңызға барады. Мен сені үшін мына жұмысымды тастап кете алмаймын деп жауап береді. Қоңыз да қиын домалатып жөнеліп кетіпті.